Адам баласы Аллах Тағаладан қорықпаса, басқа нәрселердің қорқуы оның жүрегіне жайғасады. Алладан қорыққан адам Аллаға тәуекел етеді, Алланың тағдырына иман етеді. Жүрегінде тыныштық табылады. Жүрегімізде мынадай сенім болу керек бізде. Егер Алла қаламаса, маған ешбір адам бүкіл әлем жиналса да пайда бере алмайды. Дәл солай Алла қаламаса, ешкім зиян бере алмайды деген сенім жүректе болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жанында жүрген, қызметінен табылып жүрген Абдулла ибн Аббас айтады: маған Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, "Ай балағай" деп отырып бірнеше өсиеттерді айта келе, мына бір сөзді айтты дейді: "Жақсылап ұғып ал. Бүкіл әлем жиналса да, адамзаттың барлығы жиналса да, саған бір пайда бергісі келсе, Алла қаламаса бере алмайды. Бүкіл әлем жиналып, бүкіл адамзат жиналып, саған бір зиян беремін десе, Алла қаламаса бере алмайды" дейді. حوضك الصافي